Сәлем жас физик, бүгін біз нағыз ұбт-да салыстырмалық теорияға келген бір есепті талдайтын боламыз, сонымен кеттік. Үдетілген протонның массасы тыныштық массасынан 4 есе үлкен болатын жылдамдығын тап деп отыр екен. Яғни, мен ұсынатын екі вариант бар негізінде, егер мынау жылдамдығы 0,6 с деген ол массасы 1,25 есе артатын, ал егер жылдамдығымыз 0,8 с болатын болса, онда массасы 1,67 есе артатын. Бірақ біздің тапсырма бойынша 4 есе артады деп отыр. Яғни массамыз бізде 4 есе артып тұр екен. Бұл не деген сөз? Масса тең болады 4, масса нулевой. Формуланы жазып алайық. Негізгі m нулевой бөлінген түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Орнына қоямыз. 4 еселенген масса нулевой. m нулевой түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Мыналар қысқарды, және бұлар кері пропорционал ғой, орнынан ауыстыруға болады. Яғни түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат тең болады 1, мұнда 1 қалғансын, бөлінген 4. Түбірден құтылу үшін екі жақты квадраттаймыз. Демек бізде 1 минус v квадрат c квадрат тең болады 16-дан 1. Екеуін орнына ауыстырамыз. Сонда бізде 1 минус 16-дан 1 тең болады v квадрат және c квадрат. Бұл жерден сонда 16-дан 15 шығады. Сосын барлық жерден біз түбірден құтылып кетеміз, квадраттан құтылып кетеміз. Сонда v бөлінген c тең болады түбір астында 15 бөлінген 4. Осы жерден жылдамдықты табатын болсақ, жылдамдығымыз тең болады екен. Мынау түбір астында 15-ке көбейтіп с-ны бөлеміз 4-ке. С өзі тұра берсін. Демек біз мынау 15-ті 16-ға бөліп қазір калькулятормен, сосын түбірге алып жібереміз. 15 бөлу 16 және шыққан мәнді түбірге алып жібереміз. Сонда бізде 0,968 шығады екен. Сонда бізде v тең болады 0,968 с болып кетеді екен. Жаттап та болады екен. Массасы 4 есе артатын жылдамдық 0,968 с екен. Талдау пайдалы болса, достармен бөлісіп, лайк басуды ұмытпа, және тіркелмеген болсаң тіркеліп қой. Келесі талдауда кездескенше.